жүрек төрімнен мейірленіп нәр алған туған жерінен сағынғанда шырқайтын әсем әнім сен ыстық екен адамға бауыр бәрінен бауырлармен мақтанам бауырлармен шаттанам арманыма жол ашып сыйлап ақ маған көңіліме дем берген өміріме ем берген жақын жан жоқ сендерден бауырларым-ай бауырлармен мақтанам бауырлармен шаттанам өміріме жол ашып сыйлап ақ маған көңіліме дем берген жүрегіме ем берген жақын жан жоқ сендерден бауырларым-ай жақын жан жоқ сендерден бауырларым-ай. Рахмет. Ал енді менде бір ыстық лебізімді білдіргім келеді. Толқынның атынан, әрине халыққа, толқынның атынан осы жерде келіп отырған осындай әдемі ақ жүрек қызымызды дүниеге әкелген анасына көп рахмет айтқым келеді. Халықтың атынан, өнерпаздардың атынан осындай ән қоржынымызға ән сыйлап бізді байытып жатқан толқын сияқты өнерге ғашық сіңілеріміздің болашағы жарқын болсын. Мен осы Целиноград кезінде осы жерге келіп білім алғанбыз. Пединституттан Сәкен Сейфуллин атындағы. Сол жерде өзімнің жеке концертімді бердім 95 жылдары. Сол кезде Толқынның әкесі көрермен болып сахнада өзінің батасын беріп, жаңағы беу деп осы арқаның төрінде адамға бір арқа бітіріп отыратын сондай азамат еді әкеміз. Мінекей әкеден озып осылай Толқын деген қызымыз дүниеге келді. Енді әкесінің көрмеген қызығын анасы көрсін осы ортамызда. Бәріңізге уақыт бөліп келгендеріңізге мына аязда көп рахмет айтамын. Жақсылықта жүрейік.